албандар қайда тұрады деп ойлайсыз? Нарынқолмен келген дейсіз бе? Жоқ, ол жақта қазақтар тұрады. Албандар Еуропадағы Албанияда тұрады. Олар өз елін Шкиперия деп атайды. Достар, мен Шкиперия астанасы Тиранаға келдім. Алда-жалда Тиранаға келетін болсаңыздар, тура орталығынан қонақ үй немесе апартамент жалдасаңыздар болады. Себебі барлық осы маңайда шоғырланған. Ал енді алыстау жерге кетпеңіздер. Тирана кептелектің нағыз отаны десек болады. Біз Алматыны кейде қорқамыз ғой, шошимыз ғой кептелектен. Мыналарда да тура соның ар жағы десек те болады, бер жағы болмаса да. Бұл жерде метро жоқ, трамвай жоқ, троллейбус жоқ, тек қана қоғамдық көліктен автобус дамыған. Сондықтан автобуспен жүріп тұру бір сондай керемет деп айтпаймын. Оның үстіне жеке көлігіңіз немесе такси болса да ана пробканың арасына барып тұрасыз. Сондықтан орталығына келіп Скандербергтің маңайында былай радиус 1 шақырым төңіректе кез келген қонақ үй, апартаментті жалдасаңыздар болады. Елдің ұлттық валютасы лек деп аталады. Бір лектің құны 5,5 теңгеге жуық. Тиранадағы алғашқы күнімнен ақ бұл қаланы 2005 жылдардағы Алматыға қатты ұқсаттым. Көшеде кептелек көп, автобустарды ұзақ күтесің, барар жеріңе діңкең таусылып жетеді. Автобустар аялдамаларда ұзақ тұрады. Басым көпшілігі көліктерінің алдыңғы терезесін қараңғылатып тастаған. Таксиге мінсең, ремен тақпай қой дейтіні тағы қызық. Қарын ашты достар. Албан елінің асханасынан дәм татайық деп Туми деген бір ресторанға бара жатырмын. Ал кеттік ал. This is Albanian soup, yes? And pita bread. This, what is the meat? Beef meat with vegetables and tomato sauce. Without pork, yes? Without pork. Okay, Enjoy. thank you. Dostlar, бүгін Албанияның ұлттық сорпасын ішкелі жатырмыз. Биф деп айтты ғой, сиыр еті. Біріншіге сорпамыз. Қараңыздаршы, ет қомда толып тұрған. Нан батырып жесе де болады. Ал мен сіздерге мына гүрілдер салған нені көрсетейін. Перец және баклажан. Баклажанның қазақшасы бар, бірақ пайдаланбаймыз ол сөзді. Бір қызықта өсіріледі. Міне. Ой, өте әдемі. 400 жыл бойы Осман империясының боданында болған ел ғой. Қанша дегенмен түріктердің мәзірі асханаларына дендеп кіріп кеткен. Қолсыз күштеріне шейін Туми деп жазылып тұрған екен, керемет екен өздері. Көрейік. Ал енді қой етіне кішкене лимон соусын құйдық. Дәмі қалай болады екен көрейікші. Бісміллә. Бұл да грильге пісірілген. Біздің шашлыкке ұқсайды, бірақ кәдімгі қой етінің иісі шығады ғой. Негізі шықпау керек па? Европалықтар көбінесе жұмсақ жеген жақсы көреді ғой, ұзақ көп пісірмейді. Мынандай бірақ. Өте күшті. Dasni e vjetër, s'kisha lëndon t'i kuj tjetër, edhe pse të lastikur, me t'arru nuk munda kur. Dasni e vjetër. Тирананың орталығында дәл осындай автобустар бар. Tradita All дейді ғой. Мына жерге жазып қойыпты. Жаңағы free entry, кіру тегін деп кіріп көрейік. Бұл сувенир сататын дүкендер желісі екен. Жергілікті халықтың ұлттық нақыштағы киімдері. Қарап отырсыздар ғой, көне автобустарды осылай қойып қойған секілді ғой. Бір қарап шығайын. Hello, can I take two video?
видео түсіруге болады. Ішін бәрін әдемі жасап қойыпты енді шынында. Албан халқының ұлттық аспабы. Қараңыздар, біздің домбыраға қатты ұқсайды екен, екі шекті. Бірақ иесі ұзындырақ болып келеді. Сабы дейміз ба. Енді айтпақшы, бұл Мат Тереза албан ұлтынан екенін білесіздер ғой, кәдімгі католик шіркеуінің жарқын өкілдерінің бірі. Индияда білуімше, бұл кісінің көп тарихында біле бермеймін. Жалпы негізі албандар мұсылман ел, 60%-ға жуығы, 40%-ға жуығы христиандар. Бағалары мысалға 6 евро дейді, мына бір магнитка секілді не өдем. Мынандай кружкалар 800 өздерінің ақшасы лек. Демек 5-ке көйте бересіздер ғой, 5-те 5-ке. Қолдан жасалған дүниелер, бұлай артық ештеңе жоқ. Мына өзінің жергілікті туы. Мен сіздерге бағанан бері жарығын көрсетпей жатыр екенмін ғой кәдімгідей. Магниттер кәдімгі әлбетті 200 мың теңгеден деген сөз ғой примерно әрқайсысы. Ең керемет ғимарат маған ұнаған, анау менің сол жағымда FM Бей мешіті. Жалпы бұл мешіт осындағы ең көне ғимараттардың бірі. Шамамен 18 ғасырда құрылысы басталған, кейін 19 ғасырда аяқталған дейді. Албанияны білеміз, коммунистік ел болған. Дәл сол уақытта бұл ел өзін атеистік ел деп жариялағандықтан мешіт атаулысының барлығы, шіркеуде болсын, жабық болған етін. Ал Осман империясынан қалған мешіт бұл жерде санында есеп жоқ етін. Ал енді бұл мешітке келетін болсақ, 1991 жылы осы жергілікті тұрғындар 10 мыңға жуық халық дейді, үкіметке қарсы шығып, осы мешіттің ашылуын талап еткен деседі. Содан бастап Албанияда социализмнің дәуірі оты өше бастаған. Одан кейін білеміз, бүгінде Албанияда социализмнің ешқандай жұрнағы қалмады. Ел қос қолын көтеріп Еуроодаққа қарай ұмтылып жатыр. Енді Албания халқына, Албания экономикасына, Албанияға жалпы келетін болсақ, бұл Балқан түбегіндегі ғажап елдердің бірі. Ғажап дейтін себебім, бұл жердің мәдениеті ешқандай көрші елдеріне ұқсамайды, шындығы керек. Бірақ әрқайсысынан кішкене дүниеден бар. Мәселен, Осман империясынан қалған көп жәдігерлер бар. Одан қалса кейін Италияның бұлар назарында болған қаншама жылдан бері, сондықтан Италия мәдениеті дендеп сіңіп кеткен десек болады. Сонымен қатар айналасының барлығы славян елдер. Сербия бар, бұл жақта Хорватия, Босния Герцеговина, шамамен осылармен біте қайнасып дамыған ғой. Бірақ албан тілі осылардың ешқайсысына ұқсамайды. Өзіндік колорит бар. Мен бір-екі рет тыңдап көріп едім. Құлаққа жағымды болғанмен үйренуге ауыр екен. Сәлем, рахмет деген сөздерін үйреніп алдым. Мередита деген қайырлы күн деген сөзі. Автобустан түскен бойда бункер көрем ба деп едім. Ол сағат 4:30-да жабылады, жарты сағат уақытым бар, үлгермейсің деді. Жарайды деп шығып енді канатный дорогаға көтерілу үшін биікке қарай шығып келе жатырмын. Ентігіп қалдым кәдімгідей. Мына жерде қатты білінбейді негізі. Градиентті көрсейші мынау. Машина. Примерно осылай ғой. Қазір 1500 метр биіктікке шығып Тирананы көретін боламыз. Батып жатыр, соны жоспарлап келгенмін негізі бір жағынан. Сонымен билет қолда, бағасы 1400 лек, 5-ке көбейтсеңіздер осыны. Бұл бару қайту билеті. 1500 метр биіктікке бұл жақсы ақша деп ойлаймын. Ал кеттік көтерілейік онда канаткаға. Закат күшті болып тұр екен. Тирана. Сіздерге жақындатып көрсетейін ба? Биік ғимараттарды көріп тұрсыздар ғой, Ешкім жоқ дейін, как раз. Кеттік. Hello? Hi. Get repairs. Just come back. Yes. Yes. I will come last. Who went close? Last 5. 5? Last one. Okay.
сағат 5-те жабылады. Менде 40 минут уақытым бар. Негізі интернеттен қарағанда өтіп айтып қалған сияқты еді, бірақ десе де бір көтеріліп шығайық. Көрінеді, әсіресе күн батар уақытта 1,5 метр деген біздің Көктөбеден биік деген сөз әжептәуір биік екен, көрініп ақ тұр шынымен де. Міне қазір әлде анау биікке қарай ұмтыламыз, көріп тұрсыздар ғой. Мына жерін жақындатып көрсетейін сіздерге. Мына жаққа қарай біраз жүреміз. Масқара биіктік тау кәдімгідей. Фобиясы барлар бұл жерден қорқады деп ойлаймын. Сұмдық енді. Градиент көтеріліп баратырмыз, почти тік көтеріліп баратқан сияқтымыз ғой. Ал Көктөбемізге келдік ал. Қар жатқан секілді. Тура Көктөбе секілді биіктік мейрамханалардың еш атасы бар, қонақ үй дейін бар екен. Менде бірақ дәл қазір уақыт аз, себебі 5-те жабылады деген соң бар болғаны 20 минут қалды. Мына машинаны көрдіңіздер ме ағайын? Audi 80. Audi 80 ғой баяғы. Біз бұған бочка деп ат қойып едік қой. Албания гос номер осындай болады. Тумен. Мынау 80, егер 100-дік болса ол селедка болатын еді. Трассаның король еді. Селедка деген трассаның король еді. Мынау бочка деген қалалық машина еді. Бұл да басатын негізі. Менің інілерімде болған. Бейбітжан, сәлем. Сен бочкамен 180-ге дейін жүріп едің ғой. Шуылдатып. 200 алдың ба даже.